Содан кейін қазір базарларда арқандай қылып кесіп, есіп, салбыратып іліп қойған. Жаңағы мынау не десем, бұл тұсаукесердің жібі дейді. Қызылмен, ақ, көкпен сөйтіп тұрып ала-құла қылып есіп қойған. Мынау қыздікі дейді. Жаңа қызыл мен ақты араластырып есіп қойған жіпті айтады. Мынау қыздың тұсаукесеріне дейді. Мынау ұлдың тұсаукесеріне дейді. Енді не күлеріңді, не ренжіріңді білмейсің. Айналып кетейін, өзің білмесең, өзгені неге шатастырасың. Қазіргі жастардың миын ашытпасаңшы білмесең. Ол әлгінде түсіндірдім ғой мен. Өмір тіршіліктің нышаны мынау ала жіп. Тек қана ақ жіп пен қара жіп қана болу керек. Осыны базардан сатып алмай-ақ, әрбір адам оп-оңай мынаны қолмен есіп, есе салу. Ақ жіп пенен қара жіпті. Ал енді сол базарда салбырап тұрған жіп, күні бойы қанша жүз адам ары бері өтеді, анаған қарайды, қанша түрлі энергия сіңеді. Соны жасап отырған адам да енді ақша жағын ойлаған шығар. Ана сатып алатын адамдар кішкене ойлану керек қой. Содан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, ана тұсау кескен кезде бірдеңелерді қойып қояды. Кітап, бір домбыра, ақша қойып қояды да, бала соның қайсысын алар екен деп сөйтеді. Енді ниет қой, ниет қылғандар. Шындап келгенде бұл қазақтың салты емес, бұл корейстердің салты. Солардан біреу көрген, оны біреу алып келіп жаңағы өзінің тойында, тұсаукесер тойында көрсеткен, содан ары қарай кеткен. Біз өзі еліктегішпіз ғой, не көрсек соны істейтін. Енді жақсы ниет қылып отырғаннан кейін ол да дұрыс шығар, ешқандай жамандығы жоқ. Бірақ оны да білген жөн. Бұл қазақтық емес, кәрістердікі. Мынау мен өзім қолымнан есіп әтей алып келдім. Есеп. Сонда былай, баланың басына көп жақсылықтар келіп, ізгіліктер көп болып сөйткенде, мына асып-тасып Құдайын ұмытпасын. Ал өмірде не болмайды, қиындықтарға душар болып, басына бір көлеңкелі істер түскенде басылып қалмасын, екеуінен тең өтсін деп өткір пышақпен кеседі мына. Қайшымен кеспейді. Мына қараңыздар, қайшы міне екі түрлі, біріне бірі қарама қарсы, екі жүзден тұрады қайшы деген. Сондықтан баланың өмірі қайшыланып қалмасын деп, баланың өмірі қайшыланып қалады деп, қайшымен кеспейді. Мен теледидардан көріп жүрем, қайсы бір білгіштер қайшымен кеседі, тағы да артынан кес деп айғайлап атады. Ай Құдай-ау, кішкене қисын болу керек қой, логика болу керек қой. Бала артқа жүрмейді ғой, алға жүреді. Оның алдын ашу керек қой. Алдын. Алдағы күндерінің жолын ашу керек. Олай болатын болса, тұсауды өткір пышақпен мына алажып алдынан кеседі. Қазақтың өзінің салтын ары бері бұра тартып шатастырмау керек. Жан қарасам, кемпірлер кесіп атады, үлкен кейваналар кесіп атады. Олар өздері де білмей ма? Қазақ жайбасар адамға, жүрісі сылбыр адамға, денсаулығы нашар адамға, содан кейін жасы келіп, жүрісі ауырлаған адамға тұсау кескізбейді. Ойбай Құдай-ау, өзі талтаңдап жүрген кемпірге тұсау кескізгенде, ол бала қалай жүгіріп кетеді деп ойлайсыз. Оны әйтеуір үлкен кісі болса болды, соған кескізу керек деп ойлайтын болу керек. Ол үлкен апалар бесікке салып берсін, қырқынан шығарсын. Бірақ тұсау кесуге олардың жолайтын жөні жоқ. Алажыбын есіп берсін, әдемілеп тілегін, батасын берсін. Ол бірақ тұсауды жас адам кесу керек, қанша айтқанмен. Ер баланың тұсауын кәдімгідей ел алдында жүрген, ауызға ілініп жүрген, ой мына пәленші ағасындай болсын деп, сондай бір ер азаматтар кеседі, ер баланың тұсауын. Ата-ананың өзінің қалаған. Қыз баланың тұсауын
қол аяғы балғадай істеген ісін тындырып жүретін, басы көзі таза, үйін әдемі ұстайтын сондай келіншектерге тұсау кескізеді. Сонымен бірге қызға, үйленбеген ұлға тұсау кескізбейді. Олар әлі жолы ашылмаған дейді. Олардың жолы ашылмаған деп, оларға тұсау кескізбейді. Енді кейбір